мына жақта бізде антракт болып жатыр. Көптен көрмеген жандар. Зухра. Мына кісі менің мамам десе. Мына кісі менің папам десең да. Бауыржан қызы ма? Бауыржан қызы, иә. Осылай отырмыз бәріміз. Антракт болып жатыр қазан жақта. Не болады, салт дәстүрлерді көрсету деген сияқты бәрі жиналып қалған. Жақта мейірім. Қалай шықты? Кән. Видеоға түсіріп келген салай. Қыздармен. Біз үшеуміз әңгіме дүкен құратын боламыз қазір. Күшті әңгіме болайын деп жатыр. Бір екі үш сағатқа жоқ болып кете шығамыз, иә. Иә, біз хор қызымен араласайық деп жатырмыз мына жерде. Оны сіздер танымайсыздар, сол үшін біз ол туралы айтпаймыз. Көптен келеді. В общем, қыздар, мен тағы да Гүлжанға келдім. Мен шашымды емдеймін деп айтып едім ғой. Қазір мен сіздерге бір стресс дүние көрсетемін. Қараңыздар. Андай специальный дүниемен, аппаратпен шашымның, яғни басымның кожасын состояниесін осылай қарап жатыр. Қараңыздар. Енді қазір пилинг жасайтын боламын, сосын полностью и до после. Түбі как будто байланып тұрған сияқты, как будто. В общем, Гүлжан енді Алматы, Қонаев, Байсерке қалаларында қабылдайтын болады, поэтому үлгеріп қалыңыздар. Опыт работы 3 жыл, иә. 3 жыл бойы полностью осындай шаштың структурасымен, шаш емдеумен, жаңағы пилинг бар, кератин, ботокс, окрашивание бар еще арасында. Сонымен айналысады. Кеттік.